Kadimki Şekerbek Şerkulov деген өнер insаны жөнінде өзіңіз айтып беру ниетіңіз бар. Бұл киши түзден түз ұстатым. Кишinin көп жолы черткенін көрдім бала кезімде. Ал уақытта кішінекей болам бір 10 жаштарда кесім ғой. 12 жаштарда кесімде. Колхоздың клубына ел батпай, ешіктің алдына чырақтарды жағып қойып, ешіктің алдынан концерт беріп артшат клубтың ешігінің алдында. Шекербек атам ақтамақты шертіп атады. Сыйқыршы көргендей болдым да. Сыйқыршы көргендей болдым. Анан арзықаны дағы ошол. Шекербек атам мені кішіне мұндай қырқырағы үні бар болчу. Болбойды жақшынақа елдің бары сүйчеледі әкшін. Әкшінде дағы ақындардың соғылған бір тамашасында дағы жасылып қалып тұр ғой радио фондқа жаңағы арзықаның қандай ардаған. Ошо әкшін нұрларынан ошол арзықаның бүгінгі жаштарда сүйір деп атпайы. Ұстатым болды да дейсің? Сол алайдан Арзықан деген бір сұлуға арнап Османқұл сөз жазған екен. Анан ошоға оған шығарғанда киши. Османқұл атамның Арзықаны? Османқұлдың Арзықаны. Арзықан алайдан шыққан ей сөйлесін. Арзыққанна қарған таңдың ойын ұрысың. Қызығып қыздар таққандай қызыл бір-біріне шұрысың. Айлы біз бірге болдығын алдан алыс жері. Таранған қызыл бір қырчым ой тал болсаң қымызға қошып ичкендей қызықты татты бал болсын. Қиышпай ойнап жүруге сен бір қыз алып сүйген жар болсын. Ой таранған аралашқан ағайын ой тал болсаң азастан құйып ичкендей аяққа құйған бол болсын. Алышып ойнап жүруге сен бір айлы қыз жақын жар болсын деп ырдаған екен Шекербек атам. Бұл кишинин жақшы күйлері бар. Ошолордун ичинен мен өтө сүйүп аткарган бір биздин серпирейин эмгек бакыт деп койгон. Совет саясаты ошондой эмес беле. Эмгекти даңкташ керек. Батырларды даңкташ керек, алдыңкыларды даңкташ керек. Анан ошого карата коюп койсо керек. Эмгек бакыт дегени Шекербек атамдын өзүнүн автопортрети деп ойлосом болот да. Өз жолунда балким башка нерсе жаткандыр.
беребиз. Нурагова. Даярдан туруп чегип берсин болмок экен муну. Эми бардык нерсенин болгондой жакшы.